айырмашылығы тек бір ғана сөзде болып тұрған екі есепті көрсетейін. Бірінші есепте мында берілген функция y-тен болады 4x қосу 8 және осы функцияның абсцисса осымен қиылысу нүктесін тап деген. Ал екінші есеп дәл сол функция, бірақ бұл жерде ордината осымен қиылысу нүктесін табыңыз дейді. Бұны бар ғой координаталық жазықтықта сызбай қалай анықтауға болатынын үйретемін. Бірінші, біз мынаны есімізге түсіріп алайық. Абсцисса деген ол қандай ось? Және ордината деген ол қандай ось екен? Абсцисса ол бізде OX осі. Ал ордината OY. Не, осыны білсек, біз мынаны оп-оңай шығарамыз. Енді қараңдар. Абсцисса ол OX осі деп айттық, иә? Осы оспен қиылысу нүктесін табу үшін керісінше біз y-тің орнына 0 қоямыз. Абсцисса деген ол өзі x қой, а біз y-тің орнына 0 қоямыз. Сонда мен жазамын y тең болады 0 дейм. И мына функцияда y-тің орнына 0 қоямын. Сонда менде шығады 0 тең болады 4x қосу 8. Енді ыңғайсыз болса, былай жазып қойыншы, көбі мынандай теңдеуді қиналып кетеді шығаруға. Сонда 4x тең болады минус 8-ге, өйткені 8-і мына жаққа көшіресің. Сонда x табу үшін мына жерде көбейту болғандықтан минус 8-ді бөлесін 4-ге. Сонда x тең болады бізде минус 2-ге. Енді жақшаның ішінде біз нүктенің координатасын жазғанда әр уақытта бірінші x жазамыз, содан кейін y жазамыз. X-ті біз таптық, ол минус 2, а y-ті біз мана өзіміз уже 0 деп алғанбыз. Сонда бұның дұрыс жауабы B варианты болады. Енді дәл соған ұқсас екінші есепті қарайық. Екінші есепте ордината осымен қиылысу нүктесін тап деген. Ордината деген біз айттық OY. OY болса, осымен қиылысу нүктесін табу керек болса, онда керісінше біз x-ті 0 деп аламыз. Сонда мына функцияны қайтадан жазам. Y тең болады 4, x-тің орнына 0 қоямыз, көбейту 0, қосу 8. Тең болады 4 көбейту 0 ол 0, оған 8-ді қосам, ол болады 8. Енді манағыдай бірінші жақшаның ішінде x жазылады, содан кейін y жазылады. X 0 екенін біз уже анықтадық. Не то, что анықтадық. Біз басында оны солай белгіледік 0, ал 8-ді біз y-іміз яғни 8-ге тең екенін анықтадық. Сол 0-де 8. Ол бізде A варианты болады.